Органика А деңгей 4-ші бөлім есептерін шығарайық, кеттік. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Бастаймыз. Так, 33-те 6 литр этиленді күкірт қышқылы қатысында гидраттағанда түзілетін этанолдың көлемін тығыздығы 0,8 грамм миллилитр болса, есептеңіз, өнімнің шығымы 60%. Так, этиленді гидраттау. Этилен формуласы С2H4, гидраттау деген су қосу деген сөз. Күкірт қышқылы қатысында десе, бізде не түзіледі? Этанол түзіледі. Так. Этилен бізде 33-те 6 литр, моль табу үшін литр берілсе, астан жазамыз, 22-де 4 жазамыз. Этанолдың көлемін. Этанол бізде сұйық, сол себепті көлем десе астына 22,4 жаза алмаймыз, массасын тауып аламыз, 46. Этанол спирт кәдімгі арақ, есептеп тауып алатын болсақ, бұның массасы бізде болады 69. Еще айтып тұр, бұл қанша пайыз шығыммен шығады деп тұр? 60% шығыммен шығады деп тұр. 69-ның 60%-ын тауып алайық, көбейттеріміз 60-қа, бөлеміз 100-ге. 69 шығу керек болған, по факту бізде 41,4 грамм шыққан. Бұл массасы. Масса тең болады тығыздықты көлемге көбейткенде. Көлемді табатын болсақ, массаны тығыздыққа бөлеміз. Кеттік. Масса бізде 41-де 4, көлем бізде 0,8, на грамм на миллилитр. Грамм қысқарып келеді, есептегенде 51-де 75 шығады. Жауаптың сәйкес бір. Кеттік ары қарай. 25-8 грамм хлор этанды натрий гидроксидінің сулы ерітіндісімен толық өңдегенде 16-да 56 грамм органикалық зат түзілген. Өнімнің шығымын есептеңіз. Так, хлор этан С2H5 хлор қосамыз, натрий гидроксиді, натрий OH ненің қатысында дейді? Судың қатысында дейді. Судың қатысында болса спирт түзіледі. Так, мұнда махаббаттар бізде хлор мен натрий екеуі қосылып натрий хлор түзіле салады. И хлордың орнына кім келе салады? OH келе салады. С2H5OH. Хлор этан бізде 25-8 грамм. Грамм берілсе астан жазамыз, МР 64-те 5. Так, 16-да 56 грамм органикалық зат түзілген дейді. Органикалық зат ол бізде спирт. 16-да 56 грамм. Жақша қалып қойсақ, МР 46. Осының шығымын есептеп тұр. Шығым десе тағы бір пропорция құрып тауып алуым керек. Сонда менде қандай пропорция шықты? 25-те 8x, 64-те 5, 46. Жазып қойсайын. 25-те 8 сызықша x, асында 64-те 5 сызықша 46. X табатын болсам, 46-ны көбейттіреміз 25-те 8-ге, бөлемін 64-те 5-ге. Сонда бізде шығады 18-де 4. Яғни теория жүзінде 18-де 4 грамм шығу керек болған. Ал по факту қанша шыққан? 16-да 56. Шығымын табасылайық. Шығым практиканы теорияға бөлеміз, немесе азын көбіне бөле саламыз. 16-да 56 бөлеміз 18-де 4 көбейтіреміз 100-ге. Мұны бізде болады жауап 90%. Кеттік. Жауап пен сәйкес тұр. Кеттік ары қарай. 25-те 8 грамм хлор этанды натрий гидроксидінің спирттегі ерітіндісімен толық әрекеттестіргенде 6-да 72 литр газ түзілген. Өнімнің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымын есептеңіз. Так, хлор этан С2H5 хлор қосамыз, натрий OH. Ненің қатысында дейді? Спирттің қатысында дейді. Бұл жерде кішкене өзгеріс бар. Спирт. Натрий мен хлордың махаббатын ешкім отменять еткен жоқ. Натрий хлор түзіледі сол күйі. И негізі хлордың орнына нуклеофил бара салу керек. OH. С2H5 OH түзілу керек. Ол бірақ түзіледі су қатысында. Спирт қатысында спирт түзілмейді. OH баратта, бұл жерде элиминирование деген реакция жүреді, элиминирлену деген. OH бар бір сутекті жұлып әкетеді, и су шығады. И газ шыға салады. С2H4 деген. Так, Е1 деген механизм бұл. Так, 25-8 грамм хлор этан. Бұл бізде 25-8 грамм, астына МР жасайық, 64-те 5. Так, 6-да 72 литр газ түзілген дейді. Газ кім бізде? Натрий хлор, тұз, су, сұйық. Газ бізде кім? С2H4. 6-да 72 литр түзілген дейді. Осын шығымын тап дейді. Шығымын тап десе, осын тағы бір тауып алуым керек. Көлем десе, астан жазамыз 22-де 4. Тема. Бізде мынандай бір пайда болды. Пропорция 25-те 8, x 64-те 5 сызықша 22-де 4. Так, пропорцияны шешіп аламыз. X тең 22-де 4 көбейттеріміз 25-те 8 бөлеміз 64-те 5. Сол кезде бізде шығады 8-де 96 литр.
Так, сонда мұнда бізде қанша шықты? 8-96. То есть теория жүзінде 8-96 шығу керек болған. По факту қанша шыққан? 6-72. 6-72 бөлеміз 8-96 көбейтіреміз 100-ге. Сонда жауап 75% болды. Жауаппен сәйкесіп тұр. Ары қарай кеттік. 64. Массасы 15-6 грамм бензолды жарық қатысында хлорлағанда түзілген өнімнің массасы. Так, бензол формуласы С6H6 қосамыз хлор 2 кімнің қатысында дейді? Жарық қатысында дейді. Жарық қатысында бұл 3 хлор қосылады. Нәтижесінде гексахлоран деген зат түзіледі. Так, бізде 15-6 грамм бензасына әмір жазамыз 78. Гексахлоранның массасын табу керек. Масса болса астына әмір жазамыз. Просто пропорция. X шешу керек, X 291-ді 15-6-ға көбейтірем, 78-ге бөлем. 291 көбейтіремін 15-6-ға бөлемін 78-ге. Сонда бізде шығады 58-2. Тема. Кеттік. 65. Ацетиленді тримерлеп алынған бензолды темір 3 хлориді қатысында хлорлаған түзілген органикалық зат массасын есептеңіз дейді. Так, ацетиленді тримерлеген С2H2. Тримерлеу деген 3 деген 3 десек 3 деген соң сол кезде прямо не шыға салады? Бензол шыға салады. Так, ары қарай бензолы темір 3 хлориді қатысында хлорлаған дейді. Неге олай айтып тұр темір 3 хлориді деп? Өйткені бұл катализатор бензолды қосу реакциясына емес, орын басу реакциясына түскізеді. И бір хлор бар, бір сутектің орнын басады. С6H5 хлор қосылған H хлор болады. Так, 13-44 литр ацетилен, 13-44 литр, литр берілсе астынан 22 литр, 3-ге бөлтірем 67-2. Бензол табу керек, моль табу алсам болады ғой. Бір жаза салам астына коэффициентін, сол кезде бұл болады бізде 0,2 моль. Моль айдан шықпайды жатқан жастар. 67-2 литр бөлінген моль ғой. Литр мен литр қысқарады, не қалады? Моль қалады. Так, С6H6 бізде 0,2. Так, астында X, мұнда MR 112-5. 112-5. Масса шығады сонда бізде. Хоп. Так, 0,2 сызықша X, астында 1 сызықша 112-5. Сонда X табатын болсақ, жауап 22-5 шығады. Жауаппен сәйкес тұр. Так, ары қарай кеттік. 66. Толуолды күкірт қышқылы қатысында нитрлегенде 63-56 грамм тротил алынған. Өнімнің мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болатын болса, кім салған толуолдың массасын табыңыз дейді. Так, толуол формуласы С6H5CH3 қосылған. Нитрлеу деген сөз канавал реакциясы H3 қосамыз. Так, кімнің қатысында? H2S4 қатысында. Так, H2S4 қатысында ыдыратылған кезде, сол кезде ол екі мынандай функционал топқа бөлінеді, OH-қа және NO2-ге. Сөйтеді да, бір емес сразу үшеуі барады. Мұндағы бензол сақинасында 3 сутектің орнына NO2 барады. Мұнда 5 сутек еді ғой бензол сақинасында, үшеуі түсіп қалады, 2 қалады. Әр қайсысының орнына нитро топ барады. NO2, 3, CH3. Қосаңыз 3H2 болады. Әр шыққан сутек 3 OH пен қосылады да 3 су түзеді. Так, тротил бізде 63-56 грамм дейді. Астына MR жазылғаныз 227. Так, бізге табу керек толуолдың массасын. X MR болады бізде 92. Мынандай бір пропорция шықты бізде. X сызықша 63-56, астында 92 сызықша 227. X табатын болса осы жерден 92-ні 63-56-ға көбейтіреміз, 227-ге бөлеміз. Сонда жауап 25-76 шығады. Еще менде не бар? Шығым бар, 80%. Менде шығым бар, реагент берілген. Реагент табу керек болса, онда 100-ге көбейтірем, 80-ге бөлем. Есептесем 32-де 2 шығады. Жауаппен сәйкес тұр. Ары қарай кеттік. 67. Массасы 39 грамм бензол мен 22 грамм хлор метанды темір 3 хлориді қатысында өзара әрекеттестіргенде 32-де 2 грамм толуол алынды. Өнімнің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымын есептеңіз. Так, бензол формула С6H6 қосамыз хлор метан CH3 хлор. Бұл Фридель-Крафтс реакциясы деп аталады. Бензолды алкилдеу деген феррум хлор 3. Мұндағы бір сутек пен бір хлор H хлор болып кетеді да.
и мұнда С6H5 бензол сақидасынан бір сутек кетіп қалады. И сол сутектің орнына кім келе салады? Метил келе салады. Жаттап алсаңыздар болады. Фридель-Крафтс реакциясы. Мынау еще Фридель-Крафтс реакциясындағы катализатор деп те келеді сұрақтар. И осы реакцияны да сұрайды теорияда. Так, бензол 39 грамм, астында 78 жазамыз. Так, сансыз хлор 20-2, мұнда астында 50-5. Моль есептейтін болсақ, так, мынау бізде 0,5 моль болады, 0,4 моль болады. Яғни хлор метан аз, значит, бізге керек емес. Толуы алынған деді бізде 32-2 грамм. Еще осын шығымын тапты. Тағы бір рет естеп алу керек, тауып алуым керек. МР 92. Сонда бізде мынандай пропорция шықты. 20-2 сызықша X, 50-5 сызықша 92 деген. Жазамыз. 20-2 сызықша X, астында 50-5 сызықша 92. X тауып алатын болсам. Ол кезде шығады бізде 36-8. Яғни 36-8 шығуы керек болған. Бірақ по факту қанша шыққан? 32-2. Все, шығымын таба салам. Азым көбіне білім. 32-2 бөлемін 36-8-ге. Көбейттіремін 100-ге. Мына жауап бізде 87,5% болады. Жауаппен сәйкес тұрады. Араға кеттік. 68. Этанолды натриймен өңдегенде 1,12 литр сутек алынған. Реакциядан кейін түзілген натрий этилатының массасын есептеңіз. Так, этанол формула С2H5OH қосылған натрий түзіледі. С2H5O натрий қосылған H2. Қарайыз, мұнда теңестіре салам. 2 1,12 литр сутек алынған дейді. Астына 22-4 жазылған литр болса, натрий этилатының массасы. Этилат деген мына тұз МР. Бізде 67 2-ге көбейтілетін болсақ 134 болады. Пропорцияны шешетін болсақ 137 көбейтілген 1,12 бөлесін 22-4. Сонда бізде шығады 6,7 грамм. Жауаппен сәйкес бар. Ағара кеттік. 16 грамм метанол мен сірке қышқылды ортада қыздырғанда түзілген күрделі эфир массасын есептеңіз. Так, метанол формула CH3OH қосамыз. Сірке қышқылы формула CH3COOH. Так, нәтижесінде шығады CH3COOCH қосылған H2. Метанол бізде 16 грамм. МР 32. Так, сірке қышқылы бізде 18, МР 60. Күрделі эфирдің массасы мынау. Сірке қышқылының метил эфирі или метил ацетат массасын табу керек. МР 74. Так, менде қайсысымен пропорция құрамын деңіз. Сірке қышқылмен ба, метанолмен ба? Моль таба салам. 16-32-ге бөлем 0,5, 18-60-ға бөлем 0,3. Қайсысы аз? Әрине сірке қышқылы. Бізге қажет емес мұны. Пропорцияны былай қарасаламыз. Осы жерден пропорцияны табатын болсам, 74-ті көбейттіремін 18-ге бөлемін 60-ға. Нәтижесінде шығады бізде 22-2. Еще шығым бар менде 65%. Сол 22-2-ні мен өнім тауып отырмын ғой. Өнім тауып отырсам, онда шығымға көбейттірем 100-ге бөлем. Нәтижесінде 14-43 шығады. Жауаппен сәйкес бар. Арара кеттік. 70. 50 грамм 4,6% құмырсқа қышқылы ертіндісіне 2,76 грамм калий карбонатын қосқан. Реакция нәтижесінде түзілген тұздың массасын есептеңіз. Құмырсқа қышқылы HCOOH қосамыз, калий карбонаты. Калий 2SO3. Так, мұнда ацетат формат ион минус, сутек плюс, калий плюс, SO2 минус. Бізде ацетат ион минус плюсы жақсы көреді. Яғни HCO бізде кімді алады? Калийді алады. HCO калий екеуі де бір валентті, ештеңе түспейді. Так, H плюс бізде SO3-ге сапалы реакция беріп жібереді. Не береді? H2O мен SO2 беріп жібереді. Теңестіреміз. Мұнда 2, мұнда 2. Все. Құмырсқа қышқылының массасы бізде 50 граммның 4,6% ол бізде 2,3 грамм. Астында МР 46,2, 92 болады. Так, түсініңіздер ғой қайдан шыққан? Так, 50-дің 4,6%. 4,6 бөлесін 100, сол кезде қанша шығады? 2,3 шығады. Қоша қойсықшы. 4,6. Так, арғарай. Калий XO3 таза жазып қойып тұрғаны 2,76 грамм. МР астында болады
138. Бізге түзілген тұздың массасы. Түзілген тұзы мынау калий форматы X. МР бізде 84, 2-ге көбейтетін болсақ 168 болады. Енді тағы да сұрақ. Мына екеуінің қайсысының молі аз деп тұр. Үшін мынау көп, ашсоғыш көп. Калькулятормен есептесеңіз болады. 2-де 392-ге бөлесіз, 2-де 76, 1-де 38. Мынау аз болады. Нәтижесінде осы пропорцияны шешетін болсақ, бізде шығады 3-де 36 грамм. Жауаппен сәйкес тұр. Ары қарай кеттік. 71. 1-де 0,68 тонна глицерин тристиаратын. Глицерин тристиарат деген ол бізде қатты май. Натрий гидроксиді ерітіндісінде толық гидролиз дегенде түзілген сабын массасын есептеңіз. Өнім шығымы 75%. Так, глицерин тристиараты қатты май CH3H5O С17H35 CO сыртында 3 бар. Ол бізде қатты май. Енді осыны сілтіде қыздырып ерітетін болса, онdan нәтижесінде сабын түзіледі. Қалай түзіледі? С17H35 CO деген мына О натрийді алады да полноценный сабын болып кетеді. С17H35 CO натрий. Ал мына қанша қойсам? 3 қойсам. И әр кеткен қараға сұрасыншы. Әр кеткен мынау ионның орнына С17H35 деген топтың орнына кім келе салады? Сутегі келе салады. Сонда шығады бізде С3 глицериннің өзі шыға салады. С3H5OH3. Так, мынау бізде 1,068 тонна. Тонна деген ол масса берілсе астына МР жазылады. Оның массасы 890. Так, мынаның МР-ін тап дейді бізге. Сабынның МР бізде қанша болады? 306 болды. 3-ге көбейтсең ол бізде 918 болды. Осындай пропорция шықты. 1-де 0,68 X 890 сызықша 918. Шығара салатын болсақ, 918-ді көбейттіремін 1-де 0,68-ге, бөлемін 890-ға. Нәтижесінде бізде шығады 1,16 тонна. Еще бізде не бар? Шығым бар. Шығым бар, еще өнім тауып жатыр. Ол кезде 75-ге көбейттірем, 100-ге бөлем. Нәтижесінде 0,10,8262 тонна шығады. Так, жауаппен қарайық, 826-та 2 килограмм дейді. Жақсы, тоннаны килограмм айналдыратын болсақ, 1000-ға көбейттірем. 1, 2, 3 жыл жасалады. 826-да 2 килограмм. Жауаппен сәйкес бір. Все, кеттік. 72 грамм хлор сірке қышқылы аммиакпен әрекеттескенде 15 грамм глицерин алынған. Реакцияға жұмсалған аммиактың көлемі. Так, хлор сірке қышқылы. Сірке қышқылы просто бір сутегінің орнына не келген? Амин тобы келген. COOH. Кіммен әрекеттескен? Аммиакпен әрекеттескен. Хлор сірке қышқылы, амин сірке деп ұрып атылған. Так, C2H5 хлор. Осы бізде кіммен әрекеттескен? Аммиакпен. NH3. Кейбір деректерде бұлай көрсетеді. NH2 көбейттірілген H деп алады. Ыңғайлы болу үшін. Осы H пен хлор бір-бірімен түсіп кетеді. H хлор түсіп кетеді да, хлор кеткен жерге кім бара салады? Аммиактың амин тобы бара салады. COOH. 15 грамм глицин. Мынау бізде глицин. Амин сірке қышқылын бізде глицин деп айтады. 15 грамм МР75. Аммиактың көлемін тапты. Мына аммиак көлем десе астынан жазамыз 22-де 4. Сонда мынандай пропорция шықты бізде. X сызықша 15, астында 22-де 4 сызықша 75 деген. X-ті табатын болсақ 4-те 48 литр. Келесі есепке кеттік. 73. 19-да 5 грамм глицин мен 20-да 47 грамм аланин өзара әрекеттескенде түзілген дипептидтің массасы. Қараймыз. Глицин. Бұл бізде амин сірке қышқылы. CH2, NH2, COOH. Қосамыз. Аланин ол амин пропион қышқылы. Бұл тоже CH2, NH2, CH2, COOH. Так, мұнда OH тобы мен аминдағы бір H тобы қосылып кетеді, су шығады. И екі молекула бір-біріне андай трактордың нелер ұқсап, пойыздың вагонда ұқсап бір-біріне киіп кетесің. Қараймыз. CH2, NH2, CO. Мына жерге дейін кеп тұр қазір пока. Мына жақтан NH-ті жабыстырамыз, CH2 карбонатты өтіп кетіп салады. Так, NH, мынау NH жабысты, ары қарай кете береді.
CH2, CH2, COOH. Вот мынау CONH деген байланысты бізде пептидтік байланыс деп айтады, иә? Так, мынау бізде 19-да 5, асты 75. Так, мында 20-да 47, астында МР 89. 0 есептейтін болсақ, так, мынау бізде 0,26 болады, мынау бізде 0,23 болады. Қайсысы аз? Әрине аланин. Яғни мынау бізге керек емес. Дипептидтің массасын есептеңіз. X астында МР, есептеп алғам, біз көре салайын. 146 болады екен. 146. Сонда 20-да 47, сызықша X астында 89, сызықша 146. X табатын болсақ, бізде жауабы болады 33-те 58. Жауаппен сәйкес тұр. Ары қарай кеттік. 74. 90 грамм глюкозаны спирттік ашытқанда мынанша миллилитр тығыздығы мынанша этанол алынған. Өнімнің шығымын есептеңіз. Так, глюкоза формула С6H12O6 нәтижесінде шығады. С2H5OH қосылған СО2. Так, теңестіреміз. Мұнда 2, мұнда 2. Так, глюкоза бізде 90 грамм, грамм белгісі астына МР 180. Так, этанол табу керек. 46, 2, 92. Нәтижесінде бізде қанша шығады? 46 грамм шығады. Так, массасы. Масса тең ρV. Так, 51-де 75 көбейттіреміз 0,8. Нәтижесінде бізде шығады 41-де 4. То есть, по факту 41-де 4 грамм этанол алынған, ал қағаз жүзінде қанша шығу керек болған? 46. Все, бөле саламыз. 41-де 4 бөлеміз 46-ға көбейттіреміз 100-ге. Тең 90%. Все, жауабы 90%-пен сәйкесіп тұр. Ары қарай кеттік. 75. 2 грамм пропаналь мен ацетон қоспасын күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен өңдегенде 2-де 16 грамм металл түзілген қоспадағы ацетонның массасы. Қараймыз. Пропаналь формуласы CH3, CH2, COH. Ацетон деген ол бізде кетондар. CH3, CO, CH3. Айырмашылығы мұнда карбонил тобы альдегидтарда шетінде тұрады, кетондарда ортасында тұрады. Қосамыз. Күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі деген күміс айна реакциясы. Кетондар түспейді оған. Кетондар ацетон түспейді. Тек кім түседі? Альдегид түседі. Аргентон 2O. Вот тек ішіне кіріп кетеді. Болады бізде CH3, CH2, COOH қосамыз 2 аргентон. Так, металл қанша грамм дейді? Менде осы күн таза күміс 2-де 16 грамм. Астында қанша грамм? 216 грамм. Так. Бізге кім табу керек? Ацетон. 2 общий қанша грамм? 2 грамм. Мен ацетонды прямой таба алмаймын. Бірінші кім табу керек? Пропаналь табу аламын. 58. Мына пропорцияны шешетін болсам, менде жауап 0-де 58 шығады. Мына массасы білмеймін, ести салайық. 2 қосқан кезде қанша шығу керек? 2 грамм. 0,58 қосамын X тең 2. 0,58-ге қаншаны қосу керек, чтобы 2 шығу үшін? 1-де 42. Жауаппен сәйкес тұр. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да каналға тіркеліп, лайк басып беріңіздер. Рахмет.